Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін сіздермен өте дәмді, керемет болып шығатын тұшпара дайындайтын боламыз. Қамыры езіліп кетпейді, керемет дәмді болып шығады. Ең алдымен біз осылай жылы суымызды ыдысымызға құямыз. Мөлшерлердің барлығын осы видеоның описание бөліміне жазып кетемін. Бір үлкен жұмыртқамызды саламыз. Қолмен илеуге де болады, бірақ мен онда осындай миксер болғандықтан миксермен илеймін. Бір шай қасық қант тұз салдым, және де бір ас қасық сұйық май қосамыз. Және де електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Миксермен жайлап араластыратын боламыз. Қамырымызды өзі илеп береді. Өте эластичный, күшті қамырды шығарып береді. Міне қамырымыз дайын болды. Қолға жабыспайтын эластичный қамыр шықты. Енді бұны салафан пакетіне салып, бір 15 минутқа демалдырып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Тартылған етімізге бір шай қасық тұз қосамыз. Үстіне мясорубкадан өткізілген пиязымызды қосамыз. Дәміне қарай бұрыш қосамыз. Және де қолымызбен әбден араластырамыз. Жақсылап тұрып осылай езіп араластырып аламыз. Міне қамырым демалып болды. Енді осы бір бөлігін кесіп аламыз видеода көрсетілгендей. Және де кішкене бөліктерге бөліп шығамыз. Менде орташа тұшпара шығады. Сіздер өздеріңіз қалауларыңыз бойынша кішірек немесе үлкендеу тұшпара жасауларыңызға болады. Қамыр жабыспайды, қолға өте керемет, жұмыс істеуге өте ыңғайлы. Салмамызды салып, тұшпараның формасын жасап шығамыз. Осы рецептпен менде 100 дана тұшпара шықты. Және де мен жартысын қазір пісіремін, ал жартысын осылай мұздатқышқа қатырып қоямын. Және де қатқаннан кейін салафан пакетке салып, кез келген уақытта пісірсеңіздер болады. Енді суымызды қайнатып, тұзымызды саламыз. Енді тұшпараларымызды пісіріп аламыз. Шамамен 5-7 минуттай пісіреміз. Ал қатырылған тұшпараларды кішкене көбірек 10 минуттай пісіргеніміз дұрыс болады. Видео рецепт ұнап жатқан болса достар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Тұшпарамызды алып шығамыз. Біздің тұшпарамыз дайын болды. Өте керемет дәмді болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Үйдің тұшпарасына жететін ештеме жоқ. Сатып алмай, осындай үй жағдайында жасап көрсеңіздер, өте дәмді. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Әйгерім.